Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, осындай әдемі пончики дайындайтын боламыз. Рецепті қарамас бұрын менің инстаграм каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады. Алдымен жылы сүтімізге тұзымызды, дрожжымызды және секер мен жұмыртқа ерітілген сары майымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды салып өте жұмсақ етіп қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 15-20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді жақсылап жайып, осындай кесенің көмегімен формасын шығарып аламыз. Оған дейін шоколадымызды ерітіп, дайындап, көтерілгенше 10 минутқа қойып қоямыз. Жақсы қызған майымызға екі жағын қуырып аламыз. Дайын болған пончиктерімізді шоколадқа жағып, өзіміз қалауымызша бетін әсемдейміз. Біздің пончиктеріміз дайын болды. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз ойыңызбен бөлісе кетіңіз.